Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? 100 препарат талдау челленджінен қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта сіздермен бірге аторвастатин препаратын талқылайтын боламыз. Сіздермен бірге доктор Усабаев, каналыма міндетті түрде тіркел. Жалпы аторвастатин бізде гиполипидемический препараттарға тобына жататын негізгі препарат болып саналады. Қанымыздағы холестерин деңгейін түсіретін препарат. Әсер ету механизмі бұл бізде холестерин түзілу механизмі. Осыған орай статиндер деген препарат ойлап табылған болатын. Сіздерге қысқаша түрде түсіндіріп беремін. Бізде ацетилкоэнзиадан ГМК-ко миваланат соңында холестерин түседі. Мұны жаттамай қойсаңыздар болады, мәнін түсінсеңіздер болады. Яғни ацетил-коадан бізде холестерин түзіледі. Ал енді статиндер осы кезде мына ГМК-ко редуктаза деген ферментті тежейді. Бұл ферменттің негізгі қызметі ацетил-коадан түзілген ГМК-коаны миваланатқа ауыстыру. Ары қарай миваланат осындай реакциялар арқылы соңында холестерин түзіледі. Ал статиндер, аторвастатин деген препараттар осы ГМК-ко редуктазаны тежеп тастайды. Бұл редуктаза тежелген кезде миваланат түзілмейді достар. Миваланат түзілмесе холестерин түзілмейді. Осылай мен жаттап алыңыздар, миваланат түзілмесе холестерин түзілмейді. Негізгі әсер ету механизмі осындай. Екінші әсер ету механизмі біздегі ЛПНП тығыздығы төмен липопротеиндердің деңгейін түсіреді, тығыздығы жоғары липопротеиндердің деңгейін жоғарылатады. Солай біздегі жаман холестериннің деңгейін түсіреді, жақсы холестериннің деңгейін жоғарылатып, холестериннің деңгейін, жалпы липидтердің деңгейін бір орынға кетіріп қояды. Жалпы көрсеткіштері қай кезде біз бұл аторвастатин деген препаратты қолданамыз? Әрине ол атеросклероз бірінші орында, отбасылық холестеринемия, отбасылық дислипидемия кездерінде қолданамыз. Ең көп қолданатын осы атеросклероз кезінде қолданамыз. Атеросклероз бізде жалпы атеросклероздық бляшкалардың тамырларға, артериялардың бойына жиналып қалып, соңында біздегі қан тамырының жаңағы расцветін кішірейтіп, жалпы қан айналымын төмен түсіретін ауруды біз атеросклероз деп атаймыз. Осы кезде аторвастатин өте жақсы көмектеседі. Жағымсыз әсерлері: бас айналу, ұйқысыздық, кеудедегі ауырсыну, бронхит, ринит, құсу, жүрек айну, артрит, ісінулер, аллопеция, шаш түсіп қалуы мүмкін, ксеродермия, терідегі өзгерістер, экзема, себорея деген препараттар, себорея деген жағымсыз әсерлер шақырады екен, кешірім сұраймын. Осындай жағымсыз әсерлері бар. Жалпы ендегі біздегі классификация емес, қарсы көрсетілімдері: жоғары сезімталдық, бауыр жеткіліксіздігі, Child-Pugh бойынша, жүктілік, лактация периоды 18 жасқа дейін. Осындай біз қарсы көрсетілімдер бар, осындай кезде бере алмаймыз. Назарларыңызға рахмет. Бүгін біз аторвастатин деген препаратты талқыладық.